Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Талдаубек Арай. Мен арнайы пәндер оқытушысы болып жұмыс істеймін. Бүгін мен сіздерге Курсбокс платформасы туралы қысқаша айтып, онда қалай тіркелуге және оны сабақ барысында қалай қолдануға болатынын көрсетемін. Ең алдымен Курсбокс бұл онлайн курстар жасауға арналған заманауи платформа. Ол мұғалімдерге оқу материалдарын жүйелі түрде дайындап, оқушыларға ыңғайлы форматта ұсынуға мүмкіндік береді. Платформада жұмысты бастау үшін ең алдымен тіркелу қажет. Ол үшін Курсбокс ресми сайтына кіріп, жоғарғы жақтағы логин My Coursebox батырмасын басамыз. Келесі бетте бізде логин аксесс беті ашылады. Бұл жерде бізде тіркелудің екі жолы бар. Google аккаунт арқылы немесе регистрация арқылы тіркелуге болады. Міндетті түрде осы жерге жеке деректерімізді жазып, тіркелуіміз қажет. Яғни ол жерде атымызды, тегімізді және email адресімізді жазу қажет. Және өздеріңіз қолданылатын парольді жазуларыңыз қажет етеді. Бұл жерде парольге байланысты шарттары бар, сол шарттарды міндетті түрде орындау қажет. Шарттарды дұрыс енгізгеннен кейін сізде жасыл белгілер, яғни дұрыстық белгісі пайда болады. Барлық шарттармен келісемін деп регистрация белгісін басамыз. Регистрация жасалғаннан кейін бізде регистрация сәтті өтті деген белгі пайда болады. Тіркелгеннен кейін бізде негізгі Курсбокс беті ашылады. Бұл жерде өзіміз құрған курстарды және жаңа курс құруға болады. Create батырмасын басамыз. Create курс батырмасын басамыз. Келесі кезекте бізде жасанды интеллект беті ашылады. Бұл жерге өзімізге курсқа қатысты негізгі талаптарды жазыламыз, яғни курс қандай болу керек, курстың атауы қандай деген сияқты негізгі талаптарды жазамыз. Мысалы, маған математикаға байланысты курс қажет болатын болса, математика. Бұл жерге өзімізге қажетті курстың аты, негізгі модульдер және негізгі талаптарды жазамыз. Одан кейін бізде жоғарғы батырмасын басамыз. Бұл бізде осы біз жіберген талаптарды орындауға арналған жасанды интеллект батырмасы. Келесі кезекте біздің негізгі талаптарымыз бойынша математикаға байланысты курс құру процесі басталады. Бұл жерде, яғни мен көрсеткен негізгі талаптар негізінде курс әзірленеді. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай автоматты түрде негізгі бөлімдерге бөледі. Generate курсты басамыз. Келесі бізде, яғни курсты жасау процесі басталады. Курсбокс AI аздаған уақыттың ішінде бізге дайын курс жасап шығады. Яғни математика негіздері деп мен курстың атын жаздым. 1-4 сынып оқушыларына арналған деп, ол мен жазған талаптар бойынша курс әзірлейді. Келесі кезекте курсқа өтетін болсақ, курс бізде негізгі талаптарға сәйкес бірнеше бөлімнен тұрады. Кіріспе бөлімде қош келдіңіз деп, осы бөлім туралы негізгі ақпараттар беріледі. Яғни сіз не үйренесіз деген сияқты. Келесі бөлімде сандардың түрлері және графикалық суреттер орналасады. Сонымен қатар қысқа бақылау сұрақтарын да енгізуге болады. Осы сияқты келесі бөлімдерде бізде негізгі сұрақтар, тапсырмалар енгізуге болады. Және соңғы бөлімдерге біз квиз енгізе аламыз, яғни тест сұрақтары, студенттің немесе оқушының қаншалықты деңгейде меңгергенін тексеру мақсатында сұрақтар жаза аламыз. Бұл бөлімде де бізде негізгі арифметикалық амалдарды үйренуге арналған, балаларға әрбір тақырыпты түсіндіруге арналған негізгі тапсырмалар, интерактивтер берілген. Және де сонымен қатар әртүрлі кіріспе сөздерді жазуға да болады, яғни әртүрлі афоризмдерді жазуға болады екен. Геометриялық бөлімде де біз негізгі фигуралармен таныса аламыз. Олар туралы ақпараттар беруге, яғни бұлардың барлығын өзіңіз презентация арқылы жасап отырмай-ақ, AI арқылы генерация жасауға болады. Бұл бізде көбінесе ашық сабақ өткізген кезде тақырыпты түсіндіру барысында негізгі интерактивтік тапсырмаларды, теорияны барлығын бір жерге біріктіретін жағдайларда өте тиімді болып табылады.